Армысыздар, құрметті көрермендер. Ата бабам мың сынаққа шыдаған, тәңірден тек тәуелсіздік сұраған, азаттықтың ақтаңышын тер төккен тұңғыш қазақ президенті Нұрағам. Сүйеу болған аналарға жылаған, тіреу болған балаларға құлаған, елдің жерін арқалаған нұр тұлға тұңғыш қазақ президенті Нұрағам. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа арналған елбасы еңселеткен елорда атты музыкалық ақпараттық сағатымызды бастауға рұқсат етіңіздер. Ақпараттық сағатымыздың басын өмірбаянмен бастасақ. 1940 жылы 6 шілдеде Іле Алатауының баурайындағы Үшқоңыр жайлауында Әбіш пен Әлжан Назарбаевтардың шаңырағында көптен күткен ұлы өмірге келді. Оған ат қоюға бір үлкен бір хикаяға айналды. Тойға жиналған ағайын туыс түрлі есімдер тұс-тұстан айтып жатты. Ең ақырында жаңа туған ұлдың әжесі Мырзабала мынадай ұсыныс білдірді. Менің сүйікті немерем екі бірдей есімді алып жүрсін. Оның аты Нұрсұлтан болсын делінген. Әлемдегі барлық әжелер секілді Мырзабала да немересінің азамат болып қалыптасуына ерекше еңбек сіңірді. Нұрсұлтанның анасы Әлжан Мырзабаланың балалары мен келіндеріне ақыл кеңес беріп, халықтың байырғы дәстүрлері мен жоралғылары туралы әңгімелейтін. Немересі Нұрсұлтанның тәрбиесіне аса белсеніп қатысқанын еске алды. Мырзабаланың ұлы Нұрсұлтан Назарбаевтың әкесі Әбіш 1903 жылы Алатаудың бөктерінде Назарбаев бидің шаңырағында өмірге келді. Әбіш Назарбаев көңілді қадірлі адам болған. Ол тек қана қазақ тілінде ғана емес, орыс тілінде және балқа тілдерінде еркін сөйлейтін. Әбіш қазақ және орыс әндерін беріліп айтатын. Әңгімелескен адамның зейін қойып тыңдап, пайдалы кеңес бере білетін. Әбіш Назарбаев 1971 жылы қайтыс болды. Назарбаевтың анасы Әлжан 1910 жылы Жамбыл облысы Қордай ауданы Қасық ауылында молданың отбасында дүниеге келген. Қызмет жолына тоқтала кететін болсақ, 1960 жылы Днепродзержинск техникалық училищесін, 1967 жылы Қарағанды металлургия комбинатына жоғарғы техникалық оқу орнынан оқыған. 1976 жылы Кеңес одағы коммунистік партиясының орталық комитетіне қарсы жоғарғы партияның мектебін бітірген. Еңбек жолын 1960 жылы Теміртау қаласындағы Қарағанды металлургия комбинатында жұмысшы болып бастап, домна пешінің аға газдаушысы дейінгі жолдан өтті. 1969 жылдары Қарағанды металлургия зауытында жұмыс істеді. 1969-73 жылдары Қарағанды облысының Теміртау қаласындағы партия комсомол жұмыстарында жауапты қызметкерлер атқарды. 1979-84 жылдары Қазақстан КП орталығы комитетінің хатшысы. 1990 жылы ақпан сәуір аралығында Қазақ КСР жоғарғы кеңесінің төрағасы болды. 1990 жылы сәуірден Қазақ КСР-ның президенті болды. Бұдан да басқа тағы да көптеген қызметтерді атқарған. Отбасы жайлы. Жұбайы Сара Алпысқызы. Сара Алпысқызы бөбек қорын басқарады. Президентіміз Нұрсұлтан Назарбаевтың 3 қызы бар. Дариға саясат ғылымының докторы, Хабар ақпараттық агенттігінің директоры, кеңесінің төрайымы, Қазақстан Республикасының парламенті мәжілісінің депутаты. Динара Нұрсұлтан Назарбаев атындағы білімді қолдау қорын басқарады. Әлия бизнеспен айналысады. Элитстрой құрылыс компаниясын басқарады. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 10 немересі және 5 шөбересі бар. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев бірқатар кітаптардың да авторлары. Нұрсұлтан
Әбішұлы Назарбаев бірқатар ғылыми еңбектерінің және әлеуметтік-экономикалық даму мәселелері мен қоғамдық саяси тақырып бойынша кітаптарының авторы. Нарық және әлеуметтік-экономикалық даму, ғасырлар тоғысқанда, тарих толқынында, бейбітшілік кіндігі. Сындарлы 10 жыл, Еуразия жүрегінде, Қазақстан жолы, тәуелсіздік белестері, ғаламдық қоғамдықты түбегейлі жаңарту стратегиясы және өркениеттер серіктестігі және тағы басқа көптеген кітаптардың авторы. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың дәйек сөздеріне келетін болсақ, ең біріншісі, Қазақстанның болашағы қазақ тілінде. Кеше болмағанның бүгін болуы мүмкін, бүгін болмағанның ертең болуы мүмкін. Бірақ ана тіліне мән бермеушіліктің, оны құрметтемеудің орны толмас олқылықтарға соқтыртатыны сөзсіз. Ұлт пен тіл мәселесіне келгенде ең бастысы ұлттың оқшаулаудан томаға, тұйықтықтан қашу керек. Қазақпен қазақша сөйлесу керек. Орташыл заманды еске алып, халықтың намысын әтетін атауларды да, тілді, төл заңдылықтарды, табиғи үйлесімділіктерді бұзып тұрған атауларды да өзгерту керек. Жалпы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев музыка жағына да жақын болған. Біздің қазақ халық әндері сезім мен философиялық мазмұнға толы. Қазақ әндерінде әуенді емес сөзін тыңдау керек. Сөздің мағынасы зор. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың музыкалық қабілеті баршаға аян. Белгілі бір жиындарында қолына домбыра алып, күйші туынақыштарына келтіріп, ән орындауы, әнге сөз жазу, елбасының шығармашылыққа деген ерек көзқарасы мен қабілеті барын көрсетеді. Нұрсұлтан Назарбаевтың өнерге деген қызығушылығы мен қабілеті бала кезінен байқалған. Елбасы өз естеліктерінде әкесі Әбіштің қазақ пен орыс әндерінің көңіліне шырқайтынын, ал анасы Әлжанның әнді өте жақсы орындайтынын ойғалады. Мемлекет басшысы сұхбаттарында бірдеңе кешке жұмыстан келгеннен кейін қолына домбыра алып күй тататын, сол сәтте-ақ бәрі ұмытылатынын айтқан еді. Өзінің сүйікті әндері қатарына Нұрсұлтан Назарбаев жұлдызым әнін, көзімнің қарасы, беу-айдай, сәулем-ай әндерін жатқызған. Бұдан да өзге елбасының сүйіп тыңдайтын әндері Маралды, Ақсиса, Баянауылай, Надежда, Весна на Заречной улице, Старый клен әндері де жатады. Нұрсұлтан Назарбаев 5 әннің авторы. Шұбарат 1973 жылы шыққан. Елім менің, жерім менің, үш қоңыр, город мой. Сондай-ақ Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Республикасының мемлекеттік гимнінің мәтінін жазған авторларының бірі. Аппараттық сағатымызда аяқтамастан бұрын осы елбасымыздың сөзіне жазылған Алтынбек Қоразбаевтың әні Сарыарқа әнімен аяқтасам деп отырмын. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау, саламатты болыңыздар. Келесі тыңдайтын әндеріңіз Сарыарқа. Başım
koşup kasıtlamam. Sarka görebilsin ki yeşerginsin, baydan sevdiginsin, birigimsin, birigimsin, kimigimsin. Sarı